Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Муслим Муса. Маған жан-жақтан көрермендерімнен сұрақтар келіп жатыр. Соның біреуіне тоқталайын. Ол мынадай сұрақ. Мықты маркетолог нені білу керек? Бұл өте маңызды сұрақтардың бірі. Себебі қазіргі таңда маркетологтар елімізде көбейіп келе жатыр. Соның ішінде, яғни мен айта кететінім, мықты маркетолог солардың ішінен озып шығатын 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар дейді ғой. Сондай мықты маркетолог болу үшін не нәрселерді білу қажет? Жалпы, маркетологтың негізгі түпкі мақсаты ол клиенттің бизнесін жүргізу болып табылады. Яғни товарды сату немесе жаңағыдай қызмет көрсететін, яғни жаңағыдай бизнес болса, соларға клиент әкеп беру деген сияқты. Жалпы мықты маркетолог 4 нәрсені білу қажет. Оның біріншісі сайт жасау. Ол сайтты Тильдада жасайды ма, WordPress-те жасайды ма, ол маңызды емес. Бастысы сатылым әкелетін сайт жасап білуі тиіс. Әрине, Тильдада сайт жасау көптеген қарапайым халықтың қалтасын көтере бермейді, себебі оған ай сайын өзінің тарифін жаңа ақшасын төлеп отыру керек. Сол себептен мен WordPress-те сайт жасауға кеңес беремін. Өзім сода қолданамын, Тильдада сайт жасағанмын. Және екіншісі, мықты маркетолог Инстаграммен жұмыс жасап білуі тиіс. Және де сәйкесінше таргет жарнамасын жасап білуі тиіс. Үшіншісі, контекстік жарнаманы міндетті түрде білуі қажет. Яғни, кез келген маркетолог өзін егер маркетологпын деп есептейтін болса, ол контекстік жарнаманы, оның ішінде Google AdWords инструментімен жұмыс жасап білуі тиіс. Себебі, қазіргі таңда кез келген бизнесті жүргізу үшін контекстік жарнама міндетті түрде қажет. Себебі таргеттік жарнамамен мүмкіншіліктер аз. Мысалы, эвакуатор, біреуде мысалы 3-4 эвакуатор бар. Оған эвакуатор бизнесін ашу керек. Ал сол адамның клиенттері, мысалы Алматыда бір шетте ортасында болсын, біреудің машинасы сынып қалды, или ДТП-ға түсіп қалды. Оған эвакуатор қажет, срочно қажет. Ол не істейді? Инстаграмға кіріп, постты қарап отырып, маған қашан эвакуатордың жарнамасы шығады екен, мен сол кезде хабарласам деп айтпайды олай. Ол бірден барады да Google-ға кіріп, услуга эвакуатор в Алматы деп жазады. Сол кезде оған жарнама деп, реклама деп шетінде жазылып, 3-4 сайт көрсетіледі. Мінекей сол бізде контекстік жарнама болып табылады. Жалпы, келесі бізде бұл 4-шісі SEO продвижение. SEO продвижение дегеніміз бұл іздеу жүйелерінде, Google және Яндекс іздеу жүйелерінде сайтты топ орынға көтеру. Мысалы, біз Google іздеу жүйесіне ремонт телефон в Алматы деп жазған кезде бізде 3-ші орында или 2-ші орында ма шатаспасам mobin.kz деген сайт тұрады. Бұған ешқандай реклама қосылмаған, контекстік жарнама қосылмаған. Ол Алматы қаласы бойынша қазір 2-ші орында тұр. 1-ші орында Тугес, одан кейін Mobin, OLX. Жалпы бұл бізде SEO продвижение болып табылады, яғни сайтты топ орынға көтеріп қою. Сайтты топ орынға көтеру себепті осы сайтқа клиенттер кіреді. Сосын уже арғаре звондап, жанындай өздерінің смартфондарын жасатады. Бұл бізде SEO продвижение болып табылады. Менің айта кететінім, қорытындылап, егер өзіңізді сіз мықты маркетолог ретінде жалпы ойлайтын болсаңыз, жалпы немесе өзіңізді мықты маркетолог ретінде санағыңыз келсе, мықты маркетолог болғыңыз келсе, 4 нәрсені үйренуіңіз қажет. Оның біріншісі сайт жасап білуіңіз керек, Тильда, WordPress маңызды емес. Instagram таргетингімен жұмыс жасап білуіңіз керек. Және де контекстік жарнаманы білуіңіз керек, оның ішінде Google AdWords инструменті. 4-шісі SEO продвижениені жасап білуіңіз қажет. Бүгінге осы достар, сіздермен бірге Муслим Муса.